Сәлем, сені менің каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл каналда тұлғалық даму, ақша потогын ашу, психологиялық проблемаларды жеңу жайлы көптеген пайдалы ақпараттар аптасына 2 рет шығып тұрады. Сондықтан да менің каналыма жазылу болмаса, дәл қазір жазылып ал. Және де бүгін біз самооценка дегеніміз не, жалпы самооценканы қалай түсінуге болады, самооценканы көтерудің жолдарын қарастыратын боламыз. Жалпы самооценка дегеніміз не? Осы сұрақты біз қарастырайықшы. Қазақшаға аударсаңыз, самооценка, яғни өзіңді бағалау деген мағынаны білдіреді. Самооценка дегеніміз ол барып макияж жасатып келу, шашыңызды бояту, немесе массаж алып келу, тырнағыңызды маникюр жасау емес. Самооценка дегеніміз тағы да айтам, өзіңізді бағалау. Сіз маникюр жасатып келсеңіз, сіздің самооценкаңыз көтеріліп кетпейді. Бұның барлығы кез келген қыз баласына қажетті, дүниелер, және де бұл гигиена. Енді қараңызшы, ең бірінші самооценка қай кезде көтеріліп бастайды? Қарапайым ғана мысал. Егер сіз автобуспен жұмысыңызға, университетіңізге қатынайтын болсаңыз, сіз тезірек арманыңыз бар шығар, соны мақсатқа айналдырып, әрекет жасап, результат шығарыңыз. Яғни өзіңіздің қалаған көлігіңізді алуға тырысыңыз. Сіз не істейсіз көлік алғаннан кейін? Өзіңізді бағалайсыз. Яғни сенің дәл қазіргі таңда қолыңдағы жоқ дүниені өміріңе алып келу, ол адам болсын, дүние болсын, маңызды емес. Кез келген сіздің қолыңыздағы жоқ, бірақ сіз қалайтын нәрсеге ие болу. И сол нәрсеге қол жеткізу арқылы өзіңізді бағалау. Самооценка дегеніміз сол, яғни арман мақсаттарға әрекет жасап, бір результат көрсету. Өзіңізге өзіңіз баға беру, өзге адамның бағасын алу емес. Никогда бір адам сізді бағалай алмайды. Мына нәрсені дұрыс жасап жатырсың, мына нәрсе қате деген сияқты. Әрқашан сізге баға беретін адам ол тек қана сіз. Немесе сіздің мақсатыңыз бар, әдемі үй алғыңыз келетінді. Немесе сізде мақсат бар, әдемі үйде тұру. Яғни дәл қазіргі таңдағы тұрып жатқан үйіңізден де әдемі үйде тұру. Осы нәрсеге қол жеткізу. Сіз бұл нәрсені түсіндіңіз, Себебі дәл қазіргі таңда самооценка дегенді көптеген адамдар мынандай нәрсеге тіреп тастағанда, самооценка дегеніміз күйеуің сені бағалау, жігітің саған әдемі, құнды дүниелер сыйлау, бастығың бағалау, өзге адамның құрметіне ие болу, то есть айналадағы адамдардың сізге деген отношениясын алып келіп, айналадағы адамдардың сізге жасаған отношениясына баға беру арқылы сіз өзіңіздің самооценкаңызға баға бересіз. Так, мен самооценкам төмен екен, себебі менімен енем онша емес сөйлесіп жатыр. Мен самооценкам төмен сияқты, потому что мен күйеуім маған гүл сыйламай кетті. Мен самооценкам төмен сияқты, бастығым маған айғайлап сөйледі деген сияқты. Бұл қате пікір. Тағы да айтам, самооценка өзіңізді бағалау. Егер айналадағы адамдар сізге дұрыс қарым-қатынас жасамаса, онда сіз өзіңізді өзгертіп бастаңыз, өзіңіздің бағалы екеніңізді, өзіңіздің қымбат жан екеніңізді, өзіңіздің мықты, әдемі, қымбат нәрселерге лайықты екеніңізді айналадағы адамдарға көрсете білуіңіз керек. Себебі әрбір айналадағы адамдардың сізге жасайтын отношениясы, жалпы сіздің айнаңызда сіз қандайсыз, сізге әлем сондай болып көрінеді. Сіз қандайсыз, сіз өзіңіз қандай әрекет жасап жатырсыз, айналадағы адамдар сізге сондай әрекет жасайды. Сондықтан өзіңізді бағалап бастаңыз. Өзіңіз не қалайсыз, соны адамдарға транслировать етіп бастаңыз. Яғни қалауыңызды
көрсетуіңіз керек. Сондықтан да менің сізге айтатыным, самооценканы тек қана айналадағы адамдардың қарым-қатынасы, немесе сіз қай жерде тұрып жатырсыз, қандай айлық алып жатырсыз, ол нәрсенің барлығына алып келіп тіремеңіз. Өзіңіз терең жұмыс жасаңыз өзіңізбен, иә. Когда сіз өзіңізді бағалап бастайсыз, бүкіл әлем сізді бағалап бастайды. Когда сіз өзіңізді бағалап бастайсыз, сіздің тұратын жеріңіз, ішетін тамағыңыз, киінетін киіміңіз, араласатын ортаңыз, сізге деген сөздері барлығы өзгеріп бастайды. Қарапайым ғана мысал, осыдан 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын мені адамдар өздерінің үйінде мысалы қалып кеткен тамақтар болады ғой, соны жылтып бере салуы да мүмкін еді. Алыстан келсем де, мен үшін арнайы тамақ істеуге болатын болса да, мысалы жарты жыл көрмесе де істемейтін адамдар да бар еді. Мен оны міндетсініп тұрған жоқпын. Кез келген тамақты жей аламын, мен ол 2 күн бұрын қалып кеткен тамақ болсын, просто мысал ретінде түсіндіріп тұрмын. Немесе бұрын мені кез келген кафеге шақыра беретін. Мен дәл қазір ешкімге айтпаймын, мен мынандай жерге бармаймын, маған тамақты жылтып берме, маған міндетті түрде ет ас деген сияқты ондай условия қоймаймын. Бірақ дәл қазір мені туысқандарым болсын, достарым болсын, сыныптастарым болсын, кім мені қонаққа шақыратын болса, уже ойланып бастайды да, Ая, біз сен үшін арнайы ет асайын деп жатырық. Тіпті мен үшін арнайы қой соятын, соғым алатын адамдар да бар. Немесе мынандай ресторанға келесің ба, мен мынандай отель снимать етіп қойдым. Немесе мынандай бір керемет жерге сен шақырайын деген едім. Мен саған арнайы мынандай эксклюзивный зат алдым, сумка сатып алдым, алтын сатып алдым деген сияқты да. Бірақ бұрын ондай қарым-қатынас маған жасамайтын еді. Көріп тұрсыз ба? Сіз қаншалықты әлемге өзіңіздің не қалайтыныңызды көрсетесіз, соншалықты адамдар сізге отношение жасайды. Сондықтан дәл бүгіннен бастап өзіңіз не қалайсыз? Қандай мақсаттарыңыз бар? Соны ойланыңыз. Себебі мақсаттарыңыз арқылы ғана, соларды жүзеге асыру арқылы ғана, өзіңізді бағалау арқылы ғана сіз өзіңіздің самооценкаңызды көтере аласыз. Мен сізге түсінікті қылып айттым деп ойлаймын. Жалпы самооценка көтерудің түрлі жолдары бар, түрлі техникалары, практикалары бар. Оның барлығын айтып отыру мүмкін емес, бірақ мен айтқан нәрселердің барлығын жасауға тырысыңыз. Ал менің авторлық курсымда именно осындай самооценканы көтерудің көптеген өзім практиковать еткен техникаларым бар, Егер менімен жеке жұмыс жасағыңыз келсе, 30 күн бойы онда менің сол авторлық курсыма қатысаңыз болады. Жалпы тағы да маған сұрақтар қойғыңыз келсе, онда Ая Жібек парақшасын Инстаграмда іздеп жаза аласыз, сол жаққа сұрақтарыңызды қоя аласыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз, және де достарыңызбен де бөлісіңіз. Және бір айта кететін нәрсе, міндетті түрде мен айтқан нәрселерді практиковать етіңіз. Құр видеоға қарап, дәл осы жерде мотивация алып, кейін дәл бұрынғы өміріңізге түспеңіз. Ендеше сізге сәттілік.